Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін сызу сабағы, яғни сызу сабағымыздың бүгінгі тақырыбы, яғни қима мен тілік. Сонымен балалар, қима мен тілік. Сабағымыздың мақсаты, яғни қима мен тілік туралы ақпарат алып, оларды сызып үйрену, яғни қима дегеніміз не, тілік дегеніміз не, соларды бүгін үйренетін боламыз. Келесі үй жұмысын тексеру. Бізде алдыңғы сабақтарда сұрақ бұл жерде өзара параллель сызықтар дегеніміз не, оларды қалай сызамыз, яғни өзара перпендикуляр сызықтар дегеніміз не, аксонометрия дегеніміз не, оның қандай түрлерін білесіңдер. Яғни жаңа сабаққа кіріспе ретінде материал, нәрсенің сызбасы, оның пішіні, ішкі құрылысы, өлшемдері, жасалған материалдар және тағы басқа туралы толық түсінік, яғни сызбада нәрсенің кескіндерінің, көріністерінің, қималардың және тіліктерінің саны мүмкіндігінше аз, бірақ нәрсенің ішкі және сыртқы құрылысын анық елестетуге жеткілікті болу керек. Яғни нәрсенің ішкі көрінісін көргіміз келсе, біз қима мен тілікті пайдаланады екенбіз. Суретке назар аударамыз. Мына жерде суреттеңдер деп. Онда штрих сызықтар аса көп болғандықтан сызбасы бойынша ішкі және сыртқы пішіндері қиын оқылатын тетіктер кескінделген. Міне мына жақта сендерде бірінші тұрған және екінші тұрған. Тетіктің ішкі және сыртқы пішінін айқындау үшін қималар мен тіліктерді пайдаланамыз. Білікшенің геометриялық пішініне талдау жасайық. Білікше бір-біріне қабысқан әртүрлі диаметрлері 3 цилиндрден құрастырылған. Оларда екі бүтеу цилиндрлік тесіктер мен кілтелік ойығы бар. Міне мына жақта соңғы сурет тұрған. Білікшенің ішкі және сыртқы пішінін айқындау үшін оны ойша пішінін көрсететін жерлерден жазықтықтармен қиямыз. Сонда қиюшы жазықтықта сызбалардағы кескіні қима деп аталатын фигура шығады. Мынау бізде бірінші тұрған қима. Яғни бүгін жаңа тақырып сол. Қима дегеніміз не, тілік дегеніміз не, соны айқындау үшін сызбадағы орналасуына қарай қима қабаттасқан және оңашаланған қималар болып ажырайды. Қабаттасқан қима нәрсенің көрінісін шектейтін сызықтардың ішінде орындалады. Қабаттасқан қима фигурасын шектейтін сызық жіңішке тұтас болады. Оңашаланған қима сызбада бос орынға салынады. Оны негізгі тұтас жуан сызықпен шектейді. Негізгі тұтас жуан сызық нәрсенің көрінетін контурының кескіні үшін де қолданылады. Қабаттасқан қима нәрсе көрінісін оқуды қиындатады, ал кейде қиманың өзінде түсіну қолайсыз болады. Оңашаланған қиманы қима сызығының созындысына орналастыруға болады. Егер қима фигурасы осы сызыққа қарағанда симметриялы болса, онда қима жазықтығының орны көрсетілмейді және қиманың жоғарғы жағында ешқандай белгі қойылмайды. Бұл жағдайда осьтік сызық қима болып табылады. Қима фигурасы симметриялы болса, қабаттасқан қимада нұсқамалары бар үзік сызық жүргізілмейді. Егер нәрсе симметриялы болмаса, онда нұсқамалары бар үзік сызық жүргізіледі, бірақ әріптермен белгіленбейді. Яғни бізде қималар көрсетілген, қабаттасқан симметриялы қима және қабаттасқан симметриясыз қиманың белгіленуі. Оңашаланған қима бізде қалай жүргізіледі, сол көрсетілген. Келесі тілік. Тілік дегеніміз ол ішкі құрылысы күрделі затты бір немесе бірнеше жазықтықтармен ойша қиылған шартты кескіні. Мысалы бізде мына суретте осының тілігін тапсақ болады біз. Осы нәрсенің тілігін табамыз қазір. Міне жазықтықпен қидық.
көрсетілген сценарий. Келесі, міне бұл бізде жазықтықпен қиылған жер, яғни барлығы тіліп көрсетілген. Тіліктер олар қарапайым, күрделі, жергілікті болып бөлінеді. Қарапайым тіліктер горизонталь, вертикаль, көлбеу, фронталь және профиль болып бөлінеді. Күрделі тіліктер сатылы және сынық. Қарапайым тілік тек бір қиюшы жазықтықтың көмегімен алынған тілік. Яғни вертикаль тілік жазықтығы горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр. Вертикаль тілік екіге бөлінеді. Фронталь тілік жазықтығы P2, фронталь проекция жазықтығына параллель. Профиль тілік жазықтығы P3, профиль проекция жазықтығына параллель қию арқылы орындалады. Міне, мынау фронталь тілік бізде. Мынау профиль тілік. Профиль көрінісін көрсеткен. Горизонталь тілік қиюшы жазықтықпен горизонталь қию арқылы орындалады. Көлбеу тілік затты горизонталь жазықтыққа қатысты тіп бұрыш жасамай орналасатын қиюшы жазықтықпен қию арқылы орындалады. Горизонталь тілік, фронталь тілік, профиль тілік. Сонымен алған білімді бекіте келіп, бірінші тапсырмада қиманы тауып орында, екінші тапсырмада профиль тілікті орында. Мына жерде біз қиманы тауып орындауымыз керек. Бұл жерде бізде 3 қима шығады. 3 қиманы орындандыр. Келесі. Бұл бізде фронталь тілік. Осыны орындау керек. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.